Елімізде тағы бір әлеуметтік төлем түрі пайда болады. Енді 1 шілдеден бастап 7 бала тәрбиелеп өсірген аналар мемлекеттен өмір бойына 25.530 теңге жәрдемақы алып отырмақ. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің орынбасары Ербол Оспанов мәлімдеді. Оның сөзінше аталған мәртебе көпбалалы аналардың еңбегін құрметтеу және мойындау ретінде өмір бойына алтын алға, күміс алға, батыр ана, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен наградталған әйелдерге беріледі екен. Бүгінгі таңда 6 немесе 7 одан да көп бала туу тәрбиелеп отырған аналардың жалпы қаражаты мемлекет тарапынан бюджетте көрсетілген. Ал 7 балады тәрбиелеп өсіріп отырған аналарға 1 шілдеден бастап жәрдемақының мөлшері 7,4 айлық есептеу көрсеткішке ұлғайып отыр, немесе 25.530 теңге биылға. Бір айдан кейін тағы 2 әлеуметтік жәрдемақының көлемі шамамен 15%-ға артады екен. Осы мақсатта республикалық қазынадан 41 миллиард теңге бөлініпті. Сонымен қатар аутизм диагнозы қойылған балалар да назардан тыс қалмапты. Енді ерекше жандарға еліміздің шипажайларында сауықтыру қызметі тегін ұсынылмақ.